Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін ежелгі деп аталатын мультик көреміз. Кеттік. Найзабек есімді жабайы адам найзасымен балық аулап отыр. Кенет алдынан алып қолтырауын шыға қалады. Бақытына орай Найзабек төмен қарай суға сүңгіп аман қалады. Ол аулаған балықтарын алып, әйелі мен екі баласына үйіне қайтып бара жатыр. Жолда жабайы адам жақын жерде ұшып жүрген птеродактильді байқап ағаш діңіне жасырынады. Иіссезгіш птеродактиль әрине тұмсығын ағаш діңіне тығады, бірақ балық иісінен жоғарыда терлеп отқан Найзабектің иісін сезбейді және достары шақырып жыртқыш өз жөнімен ұшып кетеді. Содан Найзабек ағаштан шығып өз жолын жалғастыруда. Үйіне яғни үңгіріне жақындап қалғанда әйелінің шыңғырған дауысын естиді және цератозавр ізін байқап ол дереу отбасын құтқаруға атылады. Бірақ үлгермеді. Екі баласы мен әйелін көз алдында жеп қояды. Мужик жынданып найзасын цератозаврлардың біреуіне лақтырады, бірақ бұл олар үшін зубочисткімен тең сияқты ғой. Үш цератозавр Найзабекті қоршағанда оларды анасы шақырып қап үшеуі кетеді. Цератозавр ана базар жоқ дәу екен. Мұңды Найзабек үңгіріне келеді. Әйелі жаққан от әлі жанып тұр. Найзабек қатты қайғырып жатыр, жылағысы кеп. Ол қабырғадағы отбасының суретіне қарап тұрады да, жынданып суретті өшіріп тастайды. Отбасынан айырылған мужик жоғарыға өрмелеп құздан секіргелі жатыр. Бірақ секірмей отыра қап қайғыруын жалғастырады. Күн шыққанда Найзабек әйелі мен екі баласын көріп, әрі қарай өмір сүруді шешеді. Кейінірек балық аулап шикідей ұрып отқанда ол алыстан динозавр сұлбасын көріп, кек алу үшін оның соңына түседі. Алайда бұл оның отбасын өлтірген цератозавр емес, Азугуль есімді ұрғашы тиранозавр болып шығады, яғни қыз тиранозавр. Найзабек оның да екі кішкентай баласы бар екенін көріп, шабуылдамай тұрып қалады. Бірақ өзінің екі баласы есіне түсіп кете ме, әйтеуір түрінен біз оның ашуланғанын көреміз. Дәл осы сәтте Найзабектің отбасын қырған мүйізді цератозаврлар Азугүлдің ұясына кеп, тиранозавр ана балаларын олардан қорғауда. Біреусін мойнынан алып лақтырып жібереді. Мужик жынданып найзасын біреуіне лақтырады да таспен ұрып, аяғын сындырып, оны мамалатады. Тиранозавр ана біреусінің аузын жұлып алып, оны өлтіреді. Басқа жақтағы цератозавр ақырып, найзаны түсіріп тастап, сынған тізесін орнына қояды. Найзабек таспен оның мүйізін сындырады. Кейін үстіне шығып ап тісін жұлып алады да сол тіспен тұмсығынан ұрғылай бастайды. Цератозавр ақырып Найзабекті түсіріп тастайды, бірақ мужик найзасын алып ап оны өлтіреді. Сосын тынышталып жата қалғанда кішкентай бүлдіршіндер оған жақындап құшақтайды, шашынан тартады. Найзабектің көңілі аздап көтерілгендей. Бірақ кенет дәу цератозавр пайда болып, мужик балақайларды итеріп апандай ауыздан аман алып қалады. Азугүл балаларын қорғап ақырады, бірақ дәу цератозавр ана оны құйрығымен бір қойып балаларды жеп қояды. Және ақырып жүгіріп келатқан Азугүлді аяғының астына қысып ұстап алады. Сөйтіп жиын деп жатқанда Найзабек араласып Азугүлді босатып ап, мүйізді қызыл цератозаврмен шайқасуда. Көкшіл тиранозавр шабуылға атылып, қызыл цератозаврдың мойнынан тістеп алады. Бірақ ұшып кетіп, қашып баратқанда Найзабек оның аузына түсіп қалады. Бақытына орай зубочисткісінің арқасында сыртқа аман шығады. Жаулары бір Найзабек пен Азугүл бірігіп шабуылдауды шешеді. Екеуі бір кезде үстіне шығып ап, найзамен оның басын тесіп, алып цератозаврды жеңеді. Азугүл балалары бағана жүрген жерде иіскеп жүр байғұс. Найзасын шығарып мужик оған қарайды да, оны қалдырып, құм үстімен келатқанда артында біреудің жақындап келатқан дыбысы шығады. Сөйтсе бұл жаңағы Азугүл екен. Ол мужиктың алдына жата қалып оны мойындайды. Найзабек оның үстіне мініп алады. Содан бір күні Найзабек қабанның артынан жүгіріп, найзасын лақтырады. Бірақ найзасы тимей тұрып, Азугүл оның алдына орап кетеді және опырып жеп қояды қабанды. Мұны көрген Найзабек риза емес, бірақ ол бұрылып кетеді. Кейінірек қарны аш Найзабектің артынан Азугүл қалмайды. Содан ол балшық пен тиранозаврдық сияқты жолақтар салып алады денесіне. Тиранозавр шок болады. Найзабек олжаның иісін сезеді, бірақ Азугүл оны итеріп бірінші кетіп қабанды үркітеді. Содан қабанды қуып келетқан оған мужик тез жүгіріп жетіп алады. Тиранозавр ұмы деп алға ұмтылады. Түскі асты мен ішуім керек дегендей. Жабайы адам жынданып басқа қысқа жолмен кетуді шешеді және ағаштың үстіне шығып ап оларды күтеді. Сөйтіп қабанды көрген ол найзасымен оны өлтіріп алақай деп түсіп барса, тиранозавр оны аузына салбаған. Найзабек оған ақырады, Азугүл де. Және бұрылып қабанды шайнап жатыр. Жабайы адам ештеңе істей алмай кетіп, бір жерге отырғанда жәндікті байқап соны жей бастайды. Анау ашқарақ тиранозаврды жегісі келеді, бірақ Найзабек бермейді, кетші бар деп. Біраздан кейін Найзабек тышуға отырады. Бір кезде сасып кетеді. Ол тиранозавр жанына тышып кеткен. Мужик ағашқа өрмелеп шығып бір жемісті енді ала бергенде Азугүл ағашты ұрғылап, жемістермен бірге Найзабекті де түсіреді жерге.
Дәл алдында жатқан жемісті жеп қойған тираннозаврға ол ашуланып, найзасымен оны өлтіре жаздайды. Біраз уақыт солай тұрады да, мужик оған шабуылдамауды шешеді. Түнде үңгірде Азугүл қорылдап ұйықтап отыр. Найзабек зығырдан қайнап оған тас лақтырып жібереді. Ол деп оянып кетеді да, кейін қайтып қорылдауын жалғастырады. Мужик ой емайы дейді. Сосын Найзабек көлеңке арқылы неше түрлі жануарларды көрсетіп, көзіне балалары елестейді. Кенет көлеңкесі жыртқыш динозаврға айналып, көлеңкедегі балаларын жеп қояды. Найзабек шошып қалады. Ол Азугүлге қарап ашуланады, бірақ ұйықтауды шешеді. Келесі күні олар сарқырама жанымен жүріп келеді. Бір кезде олар елікті байқайды. Қашқан еліктің артынан жүгірген Азугүлдің алдынан Найзабек шығып жүгірме дегендей оған қарсы шығады және ақырып айғайлайды. Солай түсіндіріп жатыр. Сосын бұрылып еліктің артынан өзі кетеді. Сөйтіп сарқырама жанымен жүріп келатқан ол елікке жетіп қараса, еліктің жанынан Азугүл шығады және елікті ғырш етіп тістейді. Жабайы адам ашуланып елікті тираннозавр аузынан жұлып алады және менікі деп көрсетеді аяғымен басып ап. Тираннозавр ақырып, оны басымен бір қояды. Екеуі төбелесе бастағанда найзағай жарқылдап, жауын басталады. Азугүл мужиктің найзасын қақ ортасынан бөледі. Жабайы адам оны тастап, басқа жерден үлкенірек екі ағаш сындырып ап, онымен Азугүлді тоқпаштай бастайды. Бірақ бір кезде тираннозавр тағы да басымен бір ұрады. Найзабек тұра қап, шайқас жалғасуда. Біраз уақыттан кейін жабайы адам тираннозаврдың аузында тап болады. Алайда Азугүл жемей, шалшық суға лақтырып жібереді. Сол сәтте екеуі төбелесіп, жыландар ордасына тап болғандарын аңғарады. Содан шок болған екеуі қаша жөнеледі. Арттан бір түрлі дыбыс шығады. Қараса, су тасқыны келетір. Екеуі қашады, бірақ су тасқыны оларды қуып жетіп алады. Содан екеуі су астында жыландармен оңаша қалады. Жыландардан қорғанып судың бетіне шыққан Найзабекке дәу жылан тап беріп, ол қашады. Азугүл бір жыланды шап беріп ұстап алады, бірақ арттан үшеуі тістейді. Олардың өздерін тістеген ол жаңағы Найзабекті қуалап жүрген дәу жыланды мойнынан тістеп жібермей қояды. Жоғарғы демалуға шыққан Найзабек олар кәз құлайтын түсініп, төменге түссе, жыланның басы бөлек жүр, малтып десеңе. Олардың құлайтын Азугүл де көреді. Ақылды көтінен боға атылды Найзабек жыланның денесімен жүгіріп, бір жағын Азугүл ұстап, олар тасқа ілінбекші болады. Алайда жылан атаңа нәлет үстіне май жағып шыққан ба, мужиктің қолынан шығып кете жаздайды. Бірақ маладес намысты қолдан бермей ұстайды, әрең болса да. Тираннозаврда әрең тұр ілініп. Әрине жабайы адамның күші сарқылып, нәтижесінде екеуі де құлайды. Бірақ Азугүл жұмсақ түседі. Найзабек тастан тасқа құлап өліп түседі. Азугүл су бетіне шығады. Досын әрең тауып ол, оны көтеріп әкеп жерге жатқызады. Жабайы адамнан қан ағып жатыр. Азугүл мұңды дыбыстар шығарып, бұрылып кетеді. Бір кезде Найзабек әйтеуір оянады. Тираннозавр кеп оған татуласу белгісі ретінде найзасының бір бөлігін тауып әкеп береді. Олар бір-біріне қарауда. Найзабек жымияды. Осы күннен бастап екеуі аңды бірге аулайды. Кейінірек екеуі кешкі астың піскенін күтуде. Тираннозаврдың тура алдынан пайда болып шошытқан жыланды жабайы адам найзасымен өлтіріп отқа тастайды. Осылай бір-біріне көмектесіп қолдау болған жақсы ғой. Осы жерден бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.